Бәріңе сәлем достар. Бүгін біз практикалық жұмыс номер 5-ті жасайтын боламыз. Ол практикалық жұмыста біз компьютерлік VirtualBox'тың желілік режимдерін тексеретін боламыз. Және бірінші тапсырмада сол VirtualBox'тың ішіндегі желілік режимдерді зерттейтін боламыз. Ол зерттеген кезде ол үшін бізге VirtualBox'ты ашамыз. Одан кейін настройкаға кіреміз. Және настройканың ішінде расширениеге кіреміз. Расширенияның ішінде сет бар. Және бізде адаптер біріміз бар. Ол адаптер бірді бізде NAT деген белгі тұр. NAT деген таңдап қойғанбыз алдын ала. Және сол NAT-ты біз өзгертіп көретін боламыз. Басқа адаптер түрлерін көретін боламыз. Басқа режимдерді. Бізде жалпы қазір көретін 5 режиміміз бар. Ал біздің VirtualBox'ымызда 5-тен көп режим бар. Біріншісі NAT. Ол National Address Translation деген. Бұл кәдімгі сет. Ал сетевой мост дегеніміз ол бізде екінші берілгені Print Adapter деген. Бұл бізде VirtualBox'ымыздағы негізгі хостымыз, яғни интернетке байланатын мекен жайымыз сол негізгі компьютеріміздағы мекен жай болады. Және сол негізгі компьютердағы мекен жайды алатын болады. Және ішкі сет дегеніміз ол internal network. Ол тек қана VirtualBox'тың ішіндегі сеттерге машиналармен байланыс орталады. Және хостпен сыртқы желілерден оқшауланған. Ол басқа, мысалы, әлемге кіре алмайды да. Басқа интернеттерге кіре алмаймыз. Ал виртуальный адаптер дегеніміз ол тек қана виртуалды машинамен, хостпен, яғни негізі компьютермен байланысады. Бұл жағдайда біз VirtualBox арқылы, мысалы, Windows ашсақ, сол Windows'тың ішіндегі өзіміздің компьютеріміздің интернетімен ғана байланыса аламыз. Ал универсальный доступ деген ол арнайы бір желілік құрылғылармен ғана байланыса алады. Бір роутер, сондай заттар арқылы. Оны біз көп жағдайда оны пайдаланбайды. Көп жағдайда бізде сетевой мост немесе NAT қолданылады. Және өшіріп қойсақ та болады. Біз бірінші NAT-тан тексеріп көрейік. Өзі NAT-та тұр екен. Міне кірдік. Біздің өзімізде ifconfig дейді. Осыны виртуалды машинада жазып көріңдер дейді. Бізді тұзын жазып көрейік. WinR. CM. Дейдесен болмайды екен. Für обменын қосып қойылайын. Сол кезде бізде форма жаза берейікші. If ifconfig дейді. Мен ipconfig болу керек еді. Жалпы мен мына жерге алдын ала әрқайсысын дайындап қойғам. Жерден бір көре жазалайды.
Так, жазылып тұр. Так, бізде ipconfig деген қосылып жазылады екен. Мен соны бөлек жазып қойыппын. Міне бізде виртуальный адаптеріміздің көрініп тұрмын. Так, енді екінші тапсырмаға өтейік. Бізде екінші тапсырмада виртуалды машина іске қосып, Windows Ping дегенді ашыңыз деген. Бізде ол үшін так, жалғастырайық. Енді бізде бұл жерде интернет бар екенін көрсетіп тұр. Бізде одан соң оны DNS сервермен жұмысын тексеріңіз деген. DNS сервер деген ол бізде қауіпсіз интернет желісі. Так, ол үшін біз dig google.com дейді. Так, dig деген бізге келмейді дейді. Онда біріншісін жазып көрейік. ns Так, бізде адресіміз мынандай дейді. Не заслушай доверия дейді. Жалпы осылай шығу керек ол өзі. Енді біз үшінші тапсырмаға көшейік. Так, бізде үшінші тапсырмада Bridge режимінде желіге қосылыңыз деген. Бұл бізде алдын айтып атқандай сетевой мост деген режимі. Бұл режим бізде осы неде бар. Так, бірінші расширениеге кіріп сетевой мост қосып алайық. Міне сетевой мост қосылды бізде. Оны ipconfig арқылы тексеріп көріңдер дейді.